Dostlar 50% скидканы штрафтан алып тастағалы жатыр да. Мына депутат не деп отыр? Все-таки лишить привилегий 50% скидки. Сен алдымен 50% штрафты алып тастау емес, комментарийді қараңдар. Илейін жазып жатыр мына жерде. Народ еле так концы с концами сводит деп тұр да. Әрең шыдап жүр елдер. Негізі ше. Былай халықта қанай берудің қажеті жоқ. Сендер алдымен жолды жасаңдар. Біріншіден. Сен сол штрафтан 50% жеңілдікті алып тастаймын десең, сенің келіп жатқан штрафың заңды келіп жатыр ма? 60-пен кетіп бара жатқан адамдарға, міне 73-пен өттің деп 55-пен жүрген адамдарға солай штраф келіп жатыр. Бір. Жолда яма тұр. Яма еле болса, көлік бұзылып қалды. Сен содан былай айналып өтіп жатсың, сол жақтан не оң жақтан. Оған да штраф келіп жатыр. Екі. Штраф дұрыс емес, заңсыз келеді. 414 YWZ ана жерде ай палочка тұрған номер. Вообще басқа көлік біздің оқырманымыз жіберген 35 мың теңге не себеп төлеу керек? Ол кісінің көлігі емес, ол кісі Түркістанда да болмаған. Opel Vectra қараңыз, цветі көк еще. Ана жерде басқа көлік седан. Госномерінің бір цифрасы О Q-ға ұқсап қалады да, штраф саған кетіп жатыр да. Или болмаса жаңағы бір ай палочка сияқты ма, көп ұқсайтын цифралар бір-біріне солай шатасып кетіп, сен ол регионда болмағансың, жүрмегенсің, сенің де көлігің емес. Саған сондай штраф келіп жатыр да. А оны бір адам обжаловать етуді біледі, біреу білмейді, оған қағаз жазу керексің сен. Не өтініш болсын, не болса судебный кабинет болсын, соған кіріп сен жазу керексің. Адамдар көбісі үлкен кісілер. Үлкен кісілер ол, қойшы сол 10 мың теңге, 20 мың теңге төлей салайыншы дейді да. Или болмаса жаңағы парковкаға сен парковканы төлеп кетесің, төленген ақшаң да тұр, бірақ саған бір аптадан кейін штраф кетті да, парковканы төленбегенсің деп. 2100 теңге қойшы дейсің да, төлей саласың да. А сен 50% алып тастауды сұрап жатсаң, жоқ, сен алдымен штрафтарыңды заңды келетіндей қылдыр. Одан кейін сен талап ет. Алдымен сен бір нәрсе талап ету алдында сен өзің соған соответствовать етіп, соған сай болсайшы. Сен соны ойла. Одан кейін бар жаңағыдай 50% алып тастайық, мынаны бүйтейік, сөйтейік, анау мынау деген әңгіме айтасыңдар. Ал, ассалаумағалейкум халқым. Мен енді бір үндеу жасайын деп жатырмын. Жалпы халыққа үндеу жасайын деп жатырмын. Мына жолда бір жерде болмайтын бір жол ережесін бұзғандарды түсіріп алып, мына үкіметке жібергенді қойыңыздар халқым. Онсыз да штрафтан көз ашпай жүрген халықпыз, бір-бірімізге жау болмайықшы. Сіздің түсіріп жіберген видеоңызсыз-ақ алып жатқан штраф жетеді үкіметтің. Мен бағана бір жайтке куә болдым, бір аварийки жағып тоқтап тұр, енді әшіне автобусный полосаға тоқтамайды адамдар. Соны біреу түсіріп алып видеоға жіберіп жатыр. Не пайда көреді одан? Көп болса жаңа 1000 теңге берер қолына. Біреуді қаңқақ сатып, үкімет олай байытпай қойшы. Халық бір-бірімізге жау болмайшы, құрметті қазағым. Ондай жағдайлар көп, мен өзім басым өткен ондай жағдай. Төлегем сөйтіп штраф. Біреу түсіріп, сал жіберіп, содан не оңды екен деймін да, ана адам не тапты екен деп ойлаймын. Аман болыңыздар. Бір-бірімізге жау болмайық, қазағым. Ассалаумағалейкум. Алматының пробкасын шешу үшін енді машиналарға тақ нөмірлі, жүк нөмірлі машиналардың жүру кезеңін орналастырамыз дейді. Былайша айтқанда, тақ нөмірлі машина бір күн жүрсе, екінші күні жүк нөмірлі машина жүреді дейді. Енді бұл шешім шынында да айналып келгенде байлардың өздерінің жиналып алып, қарапайым халықты қинау ғой. Басқа не бұл? Байларға 2 машина алып тастау қиын ғой дейсің бе? Керек десең 7 күнге 7 машина алып айдап жүре береді. Бірақ бір машинасымен күн көріп жүрген қарапайым халықтың жолын кесу, соны тығырыққа тіреу. Қалаға келіп таксовать етіп қайтып жүрген таксистердің шынын айтқанда табысының жартысы азаятыны анық. Ал енді байларға бәрібір бір күні жүк нөмір машинасы мініп алады, бір күні тақ нөмір машинасы мініп алады. Оларға жағдай жасалған солай. Сол үшін бұл шынында да қарапайым халықты қинау, басқа түк те жоқ. Шынында да неге бір әдемі ортақ шешім осындай бір нәрсе ойлап шықпайды, мен соны таң қалам. Мына қалаларды бітірсін, жолдарды ашсын, мынау бүтіл бақатқа қосылатын, айланба жолға қосылатын ақшаның бәрін жеп бітіретін бітіріп қойып, айналып кеп қарапайым халықтың астындағы машинамен қарапайым халықпен алыспай, шынында да өздерінің жаңағы инфрақұрылымын соңына дейін бітіріп тастап, енді ештеңке қалмады ау, енді ары қарай мүмкіндік жоқ деген кезде ғана машинаға, халыққа қарай ақылдасса болады. Оған дейін бірде-бір мынау қаладан шығатын көптің жолдарын бітірмей жатып, халықтың астындағы машинасын халықты кіргізбейміз деген не бұл сонда?
бұл анау Индиядағы байлардың анау сеткімен районын қоршап алған сияқты соған кетіп бара жатырмыз ғой скоро. Мына Абаядан жоғары қарай сеткімен қоршап алып, пост охрана қойып, байсың ба кіріп қалтаңда ақшаң болса, кедейсің ба сол төмен жақта жүре бер дегенге әкеле жатыр ғой. Басқа қалай түсінуге болады бұл сонда? Тақ нөмірлі, жұп нөмірлі дегенді қай ақылды ойлап тапты бұл, шынында да таң қаласың. 2 машина, 3 машина алып тастау байларға деген қиын ғой дейсің ба? Ол анау алфавиттегі серияның бәрін алып тастауға да болады, олар жүре береді емін еркін, пробкасыз. Зато қарапайым халықты былайша айтқанда қиналғанның үстіне қинап жатыр. Бұндай заң жалпыға ортақ, әрбір азаматтың құқығы да шектеледі, одан кейін теңсіздік болады. Бұлай болу менің ойымша дұрыс емес. Мына депутаттар болсын, министрлер болсын, бізді шетелмен салыстырғанда, мынау Европамен салыстырған кезде олардың штрафтарымен, солардың нелермен ғана салыстырады да, ал бірақ олардың жалақысымен салыстырмайды, біздің жалақымен. Кіл қымбатшылығын солармен салыстырады да, айтады, біздікі арзан ғой дейді да, құлақтан іледі. Сосын айтады, біздікі арзан, шүкір етіңдер. Сосын алады да, кішкене көтереміз деп, Европаныкіне, мына көрші елдікіне кішкене қалыптастырып өсіруіміз керек дейді. Не үшін екенін айтпайды. Бірақ біздің жалақымыз Европаныкіндей емес. Егер Европаныкіндей болса, жалақымыз 5000 евро алсақ, ең аз дегенде 2000 евро алатын болса, онда мен келісер едім. Еттің бағасы 5000 теңге болсын, штрафымыз жарайды сондай болсын Европаныкіндей деп. Бірақ біз оған жетпеген соң, ондай әңгімелеріңізді қоюыңыз керек. Мен штраф болмасын демеймін. Әрине, заң бұзған адам штраф алу керек. Бірақ мына андай неде емес, үлкен қалта көтермейтін нәрсе емес. Халықтың бәрі сендер сияқты 1,5 миллион, 2 миллион, өздерінің бизнестері бар, 20-30 миллион, миллиардтап әкелетін ондай емес. Өздерінің анау правительство беріп тұрған машиналарына мініп алып, депутаттар, министрлер әрине өздері жүргізбейді. Олар қайдан штраф алады? Көререм оларды қалталарынан ұрса, не дер еді екен? Сол үшін де ондайларыңызды қойыңыздар. Халықты ойлаңыздар бірінші. Сол кезде халық сіздерді, халыққа өздеріңіз бір қадам қарама-қарсы жүрсеңіздер, сол кезде халық сізге 2 қадам алдыға жүреді. Сол кезде сіздерді қолдайды. Ал мынандай бассыздық жасап отырсаңыздар, ешкім қолдамайды сізді. Ойланыңыздар кішкене, заң қабылдаған кезде. Ойбай анау президентімізге жағымпазданамыз деп халықты ойламай кетулеріңізді қойыңыздар. Біреуге жағымпаздану, кішкене заң шығарсам, бірдеме ұсыныс жасасам, күшті болып кетемін деп. Күшті болып кетпейсіз, өздеріңізді бір жерге тығып жатсыз.